Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз қазақ тілінен 4-ші тоқсандағы алғашқы сабағымызды бастаймыз. Бізде 9-шы бөлімді, яғни жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым атты жаңа тарауды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз отан, оттандастық деп аталады. Жеңіс күнін барлығымыз білеміз, Жеңіс күні мамырдың 9-ы күні жыл сайын тойланады. Ал осы жеңіс күнінің тойлану тарихын білеміз бе? Әрине, дұрыс айтасыздар. Ұлы Отан соғысында жеңуімізге байланысты жеңіс күні деп аталады. Ал Ұлы Отан соғысы қай жылдары болды? Есімізге түсіріп көрейікші. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы басталып, 1945 жылы аяқталған болатын. Яғни 4 жылға созылған соғыс болатын. Ал Ұлы Отан соғысы туралы не білеміз? Бастауыштан білетін қандай ақпараттарымыз бар? Есімізге түсіріп көрейік. Ұлы Отан соғысы 2-ші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі болып табылады. Ал неліктен бұл соғыс Ұлы Отан соғысы деп аталады? Ұлы Отан соғысы деп аталуының себебі неде? Осы сұраққа ойланып көрдік пе? Бұл соғыс ұлы отанымызды, ұлы жерімізді, ұлы халқымызды қорғау үшін болып жатырған соғыс болғандықтан, оны Ұлы Отан соғысы деп атайды. Әрбір 5-ші қазақстандық азамат осы Ұлы Отан соғысына аттанған болатын. Ал елде қалған азаматтар мен азаматшалар, үлкен қария кісілер, әйел адамдар барлығы осы соғыс үшін елде аянбай еңбек етіп, қызмет қылған болатын. Ал сіздердің отбасыңызда осы Ұлы Отан соғысына қатысқан кісілер бар ма? Үйдегі үлкен кісілерден сұрап, осы ақпаратты ізденіп көрейік. Енді бүгінгі сабағымыздағы ең бірінші тапсырма, мына суретте көрсетілген, кітаптарыңда көрсетілген 2-ші тапсырма. Тақырыпты одан ары қарай аша түсу үшін, түсіне түсу үшін осы 2 суретке назар аударайық. Сіздердің кітаптарыңызда тек бір ғана сурет болуы мүмкін. Осы суретпен біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбының арасында қандай байланыс бар? Ойланып көрейікші. Отан, оттандастық деген мақалмен осы суреттің арасында қандай байланыс бар? Сіздердің тапсырмаларыңыз қазір осы суретке қарап отырып, шағын әңгіме құрастыру. Енді бұл біздің қашықтықтан сабақ болғандықтан кейін, бұл тапсырманы ауызша емес, жазбаша орындаймыз, яғни дәптерімізге жазуымыз қажет. Кемінде 10 сөйлемнен тұратын осы соғыс тақырыбына, Ұлы Отан соғысы тақырыбына әңгіме құрастыруымыз керек. Бұл жердегі жауынгерлер не істеп жатыр? Олар не үшін соғысып жатыр? Қалай соғысып жатыр? Бір-біріне қалай көмектесіп жатыр? Отан үшін не істеп жатыр? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, өз ойларыңызбен, өз қиялдарыңызбен әңгіме жазып көріңіздер. Бұдан кейінгі келесі тапсырмамыз 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмамыз тыңдалым тапсырмасы болып келеді, және оның жазбаша тапсырмасы бар. Қазір сіздерге Фариза Оңғарсынованың «Қасірет пен ерлік жыры» атты өлеңі оқылады. Сол өлеңді мұқият тыңдаңыздар, және содан кейін өз ойларыңызды жазбаша білдірулеріңіз қажет болады. Дәптерлеріңізге 5-ші тапсырма деп жазып қойсаңыздар болады. Қасірет пен ерлік жыры. Отырды ел, еміреніп, емізіп тұңғыш ұлын, естігендей жалқы үнін, жылқысының, аймалайды елжіреп балапанын, ұмыттырған талайға мұңды сырын, сезіндірген алалық, бақытты алғаш, еріндерін қызықтап тұңғышының, бақыттылық отыр еді көзінде жақұт тұнып, соғыс деген сөзден есеңгіреп, зәрес ұшты орнынан атып тұрып, көк мөлдір көркем аспанға моншақтан шашу шашқанда, ақ ұлпа бұлттар қымсынып, көкжиектен қашқанда, сүйеніп балған жасталға өрім қыз сырын ашқанда, адамдар аппақ көңілмен бақытын аңсап өмірден, бар әлем титтей кірбіңсіз армандай мөлдір көрінген, самала саумал шақтарда жүректерден жыр төгілген, лезде сөніп бар үміт, тұманнан тыныс тарылып, басталды соғыс дегенде адамдар қалды аңырып,
дөңбекшіп жатты дүние, қасірет бұлтын жамылып. Соғыс, тартыс, ешқашан басылмаған, қан төгістен қаншама ашынды адам. Жазықсыз жер қаншама жараланып, жетімдіктен қаншама баланы алып, қара тұман жамылды жасыл ғалам. Фариза Оңғарсынова. Оқушылар, осы өлеңнен қандай ой түйдіңдер? Өлеңде қандай соғыс зардаптары туралы айтылады? Осыны қысқаша дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Енді бүгінгі сабағымыз осымен аяқталып келеді. Сіздерге қосымша сілтеме оқулықтарыңыздың 152-ші бетінде 6-шы тапсырма берілген. Оқылым тапсырмасы өмір мен өлім туралы деп аталады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.